Түркістан облысы, Арыс қаласы жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазыұлы. Бүгінгі қашықтықтан өткізу сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жорықтарда туристік тұрмысты ұйымдастыру жолдары. Сабағымыздың мақсаты жорықтарда туристік тұрмысты ұйымдастыру жолдарын үйрену. Сабағымыздың барысы туристік жорық кезіндегі аялдаулар. Туристік тұрмысты ұйымдастыру жолдары. Туристік жорықта асхана ұйымдастыру. Жорықта маршруттан өту ғана емес, табиғатта, таза ауада кең тыныстап ләззат алуда маңызды. Топ жетекші балалардың күш қуатын қадағалап, демалу үшін топты уақытында тоқтатып, күні бойы қозғалыста болған бала ағзасының толық қалпына келу үшін жатын орынды дұрыс ұйымдастыруға көмектесу керек. Бұл маршруттың қауіпсіз өтуіне қамтамасыз етудің құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Таңертең маршрутқа шыққаннан кейін алғашқы тоқтау қозғалыс басталғаннан кейін 10-15 минуттан кейін жасалуы керек. Таңертең өте салқын болғандықтан туристер жылы киінуі қажет. Біраз уақыттан кейін жүкпен қозғалғанда дене қызады, сондықтан біз артық киімді шешіп, оны рюкзакқа салуымызға болады. Сонымен қатар қозғалыстың алғашқы минуттарында әдетте рюкзакты, керек жарақтарды ретімен салу немесе аяқ киіммен болатын қиындықтарды шешуіміз қажет. Асхана ұйымдастыру үшін су мен отын қажет. Егер жорық басталғанға дейін туристер орналасатын орын анықталмаса, қолайлы орынды таңдау керек. Егер асханаға қолайлы орын соңғы қысқа аялдамадан 15 минуттық қашықтықта болса, өте жақсы. Өйткені келесі ыңғайлы орын қаншалықты жақын арада кездесетіні белгісіз. Егер маршрутта ауыз су көздері кездесетініне сенімді болмасақ, біз алдын ала су жинап, қолайлы жерге тоқтап асхана ұйымдастыруымызға болады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, әрбір топ мүшесі серуендеу, туристік жорық, экскурсия, экспедиция кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтауға, топ жетекшісінің нұсқауларын орындауға міндетті.